Саламатсыздар ма? Сіздерге бүгін өте жеңіл әрі тез дайын болатын майсоқтың рецептімен бөліскім келіп отыр. Ең алдымен менің каналыма тіркеліңіздер, ұнаса комментарий қалдырыңыздар және де қоңыраушаны баса кетіңіздер. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Майсоқтың жасалу жолы видеоны соңына дейін көру арқылы біле аласыздар. Бізге майсоқты дайындау үшін қажет болады, тары қажет болады. Сармай. Мен қолдың сармайын алдым. Егер қолдың сармай болмаған жағдайда таза 82%-тік құрамы таза сармайдан пайдалансаңыздар болады. Шекер және тұз қажет болады. Шекерді өзіңіздің қалауыңыз бойынша қоссаңыздар болады. Ең алдымен тарымызды жақсылап жуып, тазартып аламыз. Тарыны жақсылап жуып, тазалап алдым. Енді осы тарының үстіне тарымен бірдей етіп қайнап тұрған ыстық суды құйып бұқтырамын. Міне тарымызбен бірдей етіп, үстіне ыстық су құйдым. Енді осы ыстық суымыз ыстық судың үстінде өзі жарылады. Бетін жақсылап пищевой пакетпен жауып, жақсылап майлықпен жауып қоямын. Тары бойына суды өзіне сіңіріп алды. Ешқандай да су жоқ, құрғақ болып тұр. Және де бұл ыстық су құйғаннан кейін тары жылы болып тұрады. Соны суытуымыз керек. Өйткені сармай салған кезде сармайымыз су болып еріп кетеді. Сондықтан жақсылап тарыны суытып алған абзал. Татымына қарай тұзды қостым. Және де шекер саламын. Бөлме температурасындағы еріп тұрған сармайдан қосамын. Осыны қосып көремін. Енді жақсылап араластырып шығамын. Егер майы аз болса, тағы да қосып араластырамын. Негізі қолмен араластырған жақсы, ыңғайлы болсын деп осындай әдіспен араластырып жатырмын. Біздің майсөгіміз дайын болып қалды. Егер майы аз десеңіздер, тағы да қосып жіберсеңіздер болады. Мен бір кесе тарымен жасадым. Бізге осы бір жиынге жарайды. Тағы да майлы болсын десеңіздер, май қоссаңыздар болады. Маған осы жақсы майы. Енді тарелкаға сап ұсынсақ болады. Дайын болған майсөкті осылай кесеге салып, тарелкамызға аударсақ болады. Ешқандай да шашырамай әдемі болып тұр, міне. Осылай ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді. Өте пайдалы ас. Бізге ас болсын, менің рецептіммен жасап көріңіздер. Сіздермен болған мен Гүлжанар.